Ашкөздің ажалы тамағы, қудың ажалы амалы. Ертеректе бір аңшы болыпты. Ол аң аулаудың түрлі амалын қолданады екен. Бір күні аңшы аңның жүретін жолына қойдың уыс епкен бүтін құйрығын әкеліп тастаса, қуғын көріп шаршап асығып келе жатқан бір қасқыр оның үстінен түсіпті. Қасқыр құйрықты жейін десе қорқып, жемейін десе көзі қиып кете алмай, айнал-соқтап жүргенде бір түлкі келіп, «Ой, Қасеке, неғып тұрсың?» дейді. «Мына жерде қойдың бүтін құйрығы жатыр, жейін десем бір бәлесі бола ма деп, жемейін десем қиып кете алмай тұрмын», депті қасқыр. Сонда түлкі тұрып, «Несі бар дейсің? Ел базарға барғанда, құйрық арзан болғанда, бір құйрықты сатып алып, қанжығаға байлап, қолқақ-қолқақ шапқанда түсіп қалған құйрық қой. Сен жемесең мен жеймін», деп тап бергенде қасқыр ыр етіп, құйрықты бас салыпты да жеп қойыпты. Сөйтіп, қу түлкі уыс епкен құйрықты қасқырға жегізіпті де өз жолына жүре беріпті. Шыға бергенде оны аңшының қыраны бас салған екен. Қанжығасына екеуін де байлап жатқан аңшы миығынан күліп, «Ашкөздің ажалы тамағы, қудың ажалы амалы», депті.